Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Мен кошелек туралы видео обзор жасаған болатынмын. Сол кошелек туралы видеоның аяқ жағында мен сіздерді бэк-офис туралы бөлек видео жазамын деп айтқан болатынмын. Ол бэк-офис деген анау негізгі ашқан кошелегіңіздің төмен жағындағы тұрған ең оң жақ бұрышында профиль дегенге бассаңыз, сол жердегі шыққан менюдің ішінде реферальный программа деген жазылып тұр. Соны бассаңыз, сіздің бэк-офисіңіз автоматты түрде ашылады. Оған ешқандай пароль, не болмаса ол жерге тіркелудің қажеті жоқ. Міне мынандай болып ашылады. Жоғары жағында сіздің жаңағы аватарыңыз ранг дейді. Ранг сіздікі G1 болып тұрады. Алғашқы тіркелген кезде G1-нен G15-ке дейін рангтар. Неғұрым көбірек сіздің рангыңыз болса, соғырым пайыз түрінде реферальный программа бойынша табыс көлемі көбірек болады. Менікі G2 мына жерде тұрған. Бұл жерде 3 сілтеме көресіз. Қазір ғана. Енді бұл әлі де болса көбейетін сияқты. Өйткені оны тек қана майнинг, ГНК-мен ғана жұмыс жасамайды. Бұл жасанды интеллекттің ішінде неше түрлі программаларды іске қосып, сол жасанды интеллекті арқылы жұмыс жасайтын программалар осы жерде болады. Оның барлығы ГНК өзінің күшін, гонка деген блокчейн өзінің күшін алған кезде, сол блокчейнде жұмыс жасайтын бұл болашақта программалар. Мына қазірдің өзінде мына 3 сілтеме бар. Мына бірінші сілтеме негізгі тіркелуге, ана кошелекті ашуға. Осы сілтемені жіберіп жататын болсаңыз, адам тіркелген кезде сіздің командаңызға түседі. Мына екінші сілтеме бұл студия дейді. Жасанды интеллект арқасында қазір өздеріңіз көрген шығарсыздар, енді неше түрлі видеоларды көріп жатсыздар ғой, енді тіпті миға сыймайтын зат. Мына жерде де сондай мүмкіндік. Сіз өзіңіздің суретіңізді енгізесіз, өзіңіздің дауысыңызды енгізесіз. Сонан кейін сіз қандай да видео, тіпті анау космоста жүріп те сондай видео жасай бересіз, неше түрлі. Және де ол сіз сол видеода неше түрлі тілмен сөйлей бересіз. Кәдімгідей сіз сөйлеп тұрған сияқты неше түрлі, қандай тілді таңдайсыз, сол тілде ол видео жасалады. Керемет мүмкіндік. Тек қана осы студияны жаңағы елдерге ұсынып, осымен бизнес жасауға болады. Басқа жаңа майнинг, мынау кошелек ашпай, осы сілтемені таратып. Адамдар қазір қиналып жүр, анау барлық жұмыстың барлығы әлеуметтік жүйелерде ғой. Керемет видеоларды көріп жүрген шығарсыздар, таңғаласыз, бұны қалай жасаған екен деп. Мінекей, оп-оңай 3-4 батырманы басасыз, бір 10-15 минуттың ішінде қатқан видео жасауға мүмкіндік. Осы сіздің сілтемеңіз бойынша адам тіркеліп, ол жерде жаңағы ақылы, ақысыз деген сияқты ақылы түрін алып, соған ақша төлеп жатса, сізге жаңағы содан пайыз төленіп отырады. Командадан бірінші линия, екінші линия деген сияқты содан кете береді. Екінші сілтеме бұл негізгі осы OnlyWorld не, ол не туралы, бұл жерде кімдер жұмыс жасап жатыр деген сияқты, болашақта не болады деген осы ақпараттың барлығы бұл сайт. OnlyWorld-ның сайты. Осы жерге де тіркелген адам ана ақпараттың бәрін қарап шығып, тіркелу деген кішкентай кнопкалар тұр. Сол кнопкалар бойынша өтетін болатын болса, сіздің командаңызға өтеді. Білдіңіздер ме осындай мүмкіндік? Осындай айтып отырмын ғой, мынау жаңағы студия сияқты тағы да программалар болады. Бұл жерде бір жерде отырып бірнеше бизнесті жүргізуге мүмкіндік бар, былайша айтқанда. Және де сіздің командаңыз туралы бұл жерде ақпарат. Қанша командада адамдарыңыз бар, оның ішінде қанша бірінші линияда, қаншасы майнингті қосты, подписка, программаны алды, мынау деген сияқты, соның барлығы осының ішінен көріп отырасыздар. Және де мына команданы басатын болатын болсаңыздар, екінші батыр, әр командаңызды, әр адаммен хабарласуға мүмкіндігіңіз бар. Мына нүктеге басып, сол адамға тікелей шыға бересіздер. Мынау карьера, мен жаңа айтып кеткен G1-ден басталады да G15-ке дейін дедім ғой. Менде мысалы G2, ал енді мына жерде айтып тұр. Келесі G3-ке ұшу үшін сен не істеуің керек? Мына қызыл мен неткен, значит, осыны орындауым керек, сол кезде мен G3-ке өтем деген сөз. Әр командаңыздың да жаңағы сондай рангысын, қандай уровеньде екенін соны көріп отыруға болады. Мынау статистика деген бұл мағлұмат, қандай жұмыстар болып жатыр, командаңызда қандай өзгеріс, кім қосылды, кім телеграмды ашты, кім жаңа кошелекті ашты, майнинг қосты, тағы да басқалардың барлығы осының ішінде. Мынау кошелек. Кошелек екі бөлінген. Біреуі ГНК. Жаңағы майнинг, не болмаса сол жерде кошелектің ішінде айырбастау, сондай процестерін жасап жатқан адамдардан сіз рефералды пайыз алып отырасыз, рефералды программа бойынша.
сол пайыздар осы жерде көрсетіліп отырады, күнделіктісін күнде қанша сізге түсті деген сияқты. Мына жоғары жақта, міне оң жақ бұрышында ГНК-мен көрініп тұрады. Бірақ бұның сізге түскен монетаның барлығын сіз әзірше қолдана алмайсыз, ол замокпен тұрған сияқты. Бірақ та сол тұрған санның ішінен бір пайызы күнделіктісін күнде мына жоғары жаққа мына түсті көгілдір түсті болып шығып тұрады. Оны клейм деген кнопкаға басып, ана негізгі өзіңіздің кошелегіңізге жіберіп отырасыз. Ал мынау жаңа мен айтып кеткен программалар бар ғой, анау, олар әлі болады деп отырмын. Иә, студия сияқты тағы да басқа программаларды адамдар сатып алып тікелей алып жататын болатын болса, оның барлығы USDT BEP20 пен істеледі. Сол USDT-мен жаңа төленген ақшаның пайызы сізге рефералды программа бойынша мына жерге түсіп отырады. Оны сразу жаңағы шығарып, айырбастап, сатып, не болмаса бір жерде сақтауға мүмкіндігіңіз бар. Мінекей, негізгі бэк-офис туралы ақпарат осындай, құрметті ағайын. Тағы да қайталап айтамын, OneWorld тек қана бір майнинг не болса ГНК туралы компания емес, бұл үлкен қомақты дүние. Былайша айтқанда бір ағаш секілді тармақ әр бұтағынан жаңағы түрлі жеміс алып отыруға болады, былайша айтқанда. Енді мен сурет деп айтып берейінші сіздерге. Айтып отырмын, бірнеше проектлар бұның міне енді қосылып жатыр. Өзі бір 2-3 ай ғана болды жұмыс бастағанда, бірақ жігіттер мықты жұмыс жасап жатыр, айтар жоқ. Күнделіктісін күнде кошелекте де өзгерістер енгізіп жатыр. Бэк-офисте де өзгерістер енгізіп жатыр. Болашақта айтып отырмын ғой, мынау жасанды интеллектімен, жасанды интеллектті қалай қолдану, ол жасанды интеллектімен не жасауға болады, соның барлығы осы проектіде болады деп мен сендіре аламын, құрметті ағайын. Аман болыңыздар, табысты, жемісті болыңыздар.